Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін пицца дайындайтын боламыз. Ең алдымен ерітілген сары майымызға сүтімізді құямыз. Тұзымызды саламыз. Қантымызды саламыз. 1 чай қасық дрожж саламыз. Жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Салмасын дайындағанша бетін жауып қоямыз. Пергамент төсеп, керегінше оны пайдаланып, жұқа қылып, қамырымызды жаямыз. Майонез бен кетчупымызды жақсылап араластырып, үстіне жағып шығамыз. Өткіштен өткізілген сырымызды саламыз. Үстіне сосиски немесе колбаса қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіреміз. Пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.